Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақтың тақырыбы болашақтың жоспары күнтізбе. Сабақта денсаулықты күту туралы өз ойыңды ауызша және жазбаша жеткізуді үйренесің. Сөздікпен жұмыс. Болашақтың жоспары. Планы на будущее. Күнтізбе, календарь. Күнтізбе. Диалогты тыңда. Күнтізбе туралы айтып бер. Сұңғат, мынау не? Қабырғада тұрған ба? Иә, сандары бар. Бұл атамның күнтізбесі. Сарымен боялған күндері үлкен атам дәрігерден онлайн кеңес алады. Атаң дәрігерге өзі бармай ма? Бұл жай тексеретін күн. Мұндай күн менде де бар. Мен аптасына бір рет дәрігеріммен сөйлесемін. Қатты ауырсам ғана дәрігер өзі келеді. Ал әр дүйсенбі неге көк түспен боялған? Әр дүйсенбіде атам шипажайда достарымен кездеседі. Жасыл түспен қызыл түсше. Жасыл түс отбасымыздағы туған күндер болуы керек. Ал қызыл түсті білмеймін, анықтап көрсек қайтеді? Өз ойыңмен бөліс. Сен алға жоспар құрасың ба? Жоспарыңды қайда белгілейсің? Жоспарыңда әдетте қандай істер болады? Күнтізбелік жоспар. Анықтайық. Сұңғаттың атасының күнделігіндегі қызыл түсті белгі нені білдіреді? Үстел үстіндегі заттарды мұқият қара, анықтап көр. Тілеуханның болашақ жоспарымен таныс. Жоспарды күнтізбеге белгілеп көр. Балалар, мен қазір ғажайып әлемнің қонағымын. Мен көп нәрсе туралы ойландым. Маңызды шешімдер қабылдадым. Солардың бірі болашаққа жоспар құру. Өз күнтізбемді белгілеу. Болашаққа сеніммен қарау. Көптеген істерді жасап үлгеру. Ендеше менің болашаққа деген жоспарыммен таныста, өз жоспарыңды құр. Үлгі, менің жоспарым. Аптасына 4 рет жаттығу залына бару. Аптасына 1 рет кітапханаға бару. Айына 1 рет мәдени орындарға бару. Айына 2 рет ауылдағы ата-әжеме барып көмек беру. Әр сенбіге өзіме есеп беру. Сөйлесейік. Сұңғат, мынау не? Қабырғада тұрған ба? Иә, сандары бар. Бұл атамның күнтізбесі. Сарымен боялған күндері үлкен атам дәрігерден онлайн кеңес алады. Атаң дәрігерге өзі бармай ма? Бұл жай тексеретін күн. Мұнда күн менде де бар. Мен аптасына 1 рет дәрігермен сөйлесемін. Қатты ауырсам ғана дәрігер өзі келеді. Ал әр дүйсенбі неге көк түспен боялған? Әр дүйсенбіде атам шипажайда достарымен кездеседі. Жасыл түс пен қызыл түс ше? Жасыл түс отбасымыздағы туған күндер болуы керек. Ал қызыл түсті білмеймін. Анықтап көрсек қайтеді? Шығармашылық жұмыс. Өз жоспарыңды жаз. Сау болыңдар.